Мал дәрігерінің айлығын көбейту керек. Орташа жалақы 98 мыңнан басталады екен. Салығы бар, зейнетақы қорына беретіні бар, қолына алатыны одан да аз. Сондықтан Ербол Қарашөкеев ветеринарлардың жалақысын 70%-ға арттыруды ұсынды. Кімнің мал дәрігері болғысы келеді, айтыңыздаршы. Оқуға да басқа таңдау болмағасын түседі ғой. Ал мал шаруашылығы Қазақстанда табыс алып келетін басты салалардың бірі. Мал дәрігері керек. Жалпы мал дәрігерінің жалақысында, тартымдылығында арттыру көптен бері айтылып келеді. Себебі мал дәрігері табысы ең төмен мамандықтардың қатарында. Сондықтан ет сатып алсаңыз, оның дұрыс екеніне толық сенімде жоқ. Дәрігер адамды емдесе, мал дәрігері күллі адамзатты емдейді дейді ғой. Енді барлығымыз ет жейміз ғой. Сондықтан мал дәрігерінің жалақысын арттыру кезек күттірмес мәселе. Өзге де қызықты ақпараттар